Сәлем достар, бізде бүгін көк помидормен салат. Бізге ол үшін алдымен көк помидорымызды жуып алу керекпіз, тазалап. Одан кейін оны 4 бөлікке теңдей қылып бөлеміз. Бұл помидорды кез келген тағаммен жей берсеңіздер болады. Особенно макарон қуырған кезде күшті дәм болады ғой. Помидорымызды 4 бөлікке бөлеміз. Одан кейін бұған домалақ горошка, қара перец саламыз, тұз саламыз, құмшекер саламыз, уксус құямыз, чеснок, перец, ашты перец, және де өздеріңіз қалауларыңызбен болгарский, қызыл болгарский салсаңыз да болады. Бізде енді балдарым кішкентай болғандықтан қара болгарский, көп қызыл болгарский қоспадым. Ашты бұрышында көп қымадым, 3-ақ дәнегін салдым, 3 данасын салдым. Сөйтіп укроп турап, чесногын бәрін салып турап, өстіп араластырып, әдемі салат, қысқа салат жасап қойдым. Менімен бірге болыңыздар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.